Сәлеметсіздер ме, құрметті 7-ші сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз қазақ тілі пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Бізде бөлім жеңіс күні, ұлы ерлікке тағзым, морфология, ғылыми фантастика, пунктуация бөлімі бойынша бұл бізде тжб тапсырмалары. Қазақ тілі пәнінен 4-ші тоқсанға арналған тжб жұмыстарыңыз. Жалпы бізде тыңдалым мен айтылым, оқылым және де жазылым тапсырмалары осы тжб-да кездеседі. Олай болса, оқушылар, тапсырмамызды бастайық. Бізде оқушылар бірінші тапсырмада мәтінді тыңдап, онда көтерілген басты мәселені өз сөзіңізбен түсіндіріңіз деп бізге берілген екен. Міне оқушылар осы мәтінді сіздерге оқып береді. Екі мәтін берілген бұл жерде. Осы мәтінді оқығаннан кейін сіздер осы төменге жауап беру керексіздер. Енді барлығын сіздерге оқып бере кетейін. Бірінші мәтін: жеңіс күні посткеңестік кеңістікте ғана емес, сонымен қатар Гитлерге қарсы коалиция елдерінде де атап өтіледі. Тарихи тұрғыдан алғанда фашизмді жеңу әр елде әртүрлі күні тойланады және әр елдің өзіндік ерекшелігі бар. Германия. Қазіргі Германияда 8 мамыр азаттық күні деп аталады. Берлинде ескерткіштерге гүл шоқтары қойылады. 8 және 9 мамырда Берлинде фашизмді жеңу құрметіне митингілер мен шерулер өтеді. Ұлыбритания. 9 мамырда Ұлыбританияда Белфаст Крейсер мұражайында концерт өтеді. Уильям Хейк: британдықтар соғысқа қатысып, жеңіске үлес қосқандардың бәрін құрметтеуі керек дейді. ақш-та жеңістігі 7 мамырдан бастап 3 күн тойланады. 8 мамырда ақш-та дәстүрлі еске алу рәсімдері өтеді. Франция. 8 мамырда қалалар көптеген жалаулармен безендіріліп, көшелерде патриоттық әндер шырқалады. Белгісіз солдат мемориалына гүл шоқтарын қояды. Нидерланд және Дания. Голландия мен Данияда жеңіс күні 5 мамырда атап өтіледі. Бұл елдер дәл осы күні босатылған еді. Жыл сайын ескерткіштерге гүл шоқтары қойылады. Израиль. Израильде фашизмді жеңу күніне 8 мамырда, 9 мамырда атап өтеді. Прибалтика. Балтық маңы елдерінде 8 мамыр еске алу күні, бірақ бұл күні жұмыс. Ата-бабаның жеңісіне мақтанудан бұрын қаза тапқандар үшін қайғыру маңызды саналады. Екінші мәтін: фашист бастық үнсіз. Бір кезде Сібір жақта қазақтар қоныстанған Қарасу дейтін ауыл бар. Сол елдің ақсақалы Ақмырзаның өкіл ұлымын. Қазақша атым Балдамер деді. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде осы неміс баласы орыстардың қолына тұтқын болып түскен екен. Өкпеге тиген суықтан нашар халге түскен. Мұны сонда келген қазақ сұрап алады. Жаңадан неміс есін жиса, қазақ ән салып келеді. Сондағы әні Қараторғай екен. Немісті үйіне келіп, қымыз беріп тыңайтады. Адам қатарына қосылған Балдамер, немісше Вальдемер, қазақша үйреніп алады. Ақмырза той жасап, Балдамерді бала қылады. Балдамер мектепте неміс тілі бойынша сабақ береді. Бірақ заманның тарылып келе жатқанынан аңдаған Ақмырза: балам, саған айтар екі ұсынысым бар. Қайсысын қабылдайсың, өзің шеш. Біріншісі, үйлен де осында қал. Екіншісі, еліңе қайт дейді. Балдамер еліне қайтуға шешім қабылдайды. 1930 жылы
Дрезденге оралады. Мені шығарып салған Ақмырза әкем. Ақмырза әкем, балам, саған бір аманатым бар. Қай жерде қазақтың баласын көрсең, қамқор бол деді. Мен көкеме ант бердім. Қазір Германияның солтүстік өңірі бойынша стратегиялық маңызды құрылымды басқарып отырмын. Көкемнің аманатын орындайын деп тұтқындарды аралап, осы қазақ болар дегендердің бәрін құтқарып жүрмін. Міне оқушылар, енді бізде берілген мәтінді тыңдап, онда көтерілген басты мәселені өз сөзіңізбен түсіндіріңіз деп бізге берілген екен. Бұл бізде оқылым және айтылым. Бұл мәтінде жеңіс күнінің әр елде әртүрлі аталып өтуі, еске алу рәсімдерінің ерекшелігі туралы баяндалады. Мәтінде фашизмге қарсы күрескен халықтардың жеңісті әртүрлі күні атап өтетіні айтылады. Мәтіннен автордың көзқарасын білдіретін ақпаратты табыңыз және себебін түсіндіріңіз деп бізге берілген. Автордың көзқарасы тарихи тұрғыдан алғанда фашизмді жеңу әр елде әр күні әртүрлі күні тойланады және әр елдің өзіндік ерекшелігі бар деген жолдардан көрінеді. Бұл сөйлем автордың әр халықтың жеңіс күнін ерекше құрметтейтінін және ұлттық ерекшеліктеріне сай атап өтетінін құрметпен жеткізгенін көрсетеді. Оқушылар, осыны толықтайсыздар, айтасыздар. Түсінгендеріңізді айтасыздар. Бұл жерде тыңдалым мен айтылым берілген. Міне оқушылар, осыны таңдап айтсаңыздар болады. Келесі бізде тағы да тапсырма. Мәтінді тыңдап, онда көтерілген басты мәселені өз сөзіңізбен түсіндіріңіз. Бұл жерде екінші мәтінді пайдаланған болатынмын. Мәтінде неміс ұлтының өкілі Балдамердің қазақ ақсақалына риясыз алғыс айтып, оның аманатын орындау үшін соғыста қазақ тұтқындарын құтқаруға тырысқаны туралы баяндалады. Бұл адамгершілік пен ұлттар достастығының үлгісі. Мәтіннен автордың көзқарасын білдіретін ақпаратты табыңыз және себебін түсіндіріңіз. Автордың көзқарасы Балдамердің мен көкеме ант бердім. Қазір қазақ болар дегендердің бәрін құтқарып жүрмін деген сөзінен көрінеді. Бұл тұстан автордың қазақ халқының адамгершілік қасиетін жоғары бағалайтын байқалады. Міне оқушылар, осылай орындайсыздар. Жалпы осы сіздерге мәтіндер беріледі, сол бойынша сіздер айтылым айтып шығу керексіздер. Әрине менікі аз өте, бірақ өздеріңіз көбейтіп алады деген ойдамын. Өздеріңізде бұл тыңдалым мен айтылымды өздеріңіз айта аласыздар. Ана жерде байқағандарыңыздай екі мәтін берілген, сол екі мәтінге өздеріңіз жауап бересіздер. Әрине екі мәтін екі түрлі түрде айтасыздар. Сіздерде төрт мәтін берілген, екі мәтін екеуі де екі түрлі. Біреуі соғыс айтады, біреуі басқа бір тақырыпты айтады. Сол тақырыптар бойынша өздеріңіз таңдайсыздар, сол бойынша сіздер тапсырманы орындайсыздар. Сонымен тыңдалым мен айтылым тапсырмасын біз толықтай орындайсыздар. Енді келесі бізде оқылым. Мәтіндерді оқып, олардың стилін анықтаңыз және сөз қолданыстарындағы ерекшеліктерге мысалдар келтіріңіз деп бізге берілген. Оқушылар, бұның барлығын оқымаймын. Біз төмендегі тапсырманы бірден орындайық. Өйткені оны оқитын болсам, көптеген уақыттарымыз кетіп қалатын болады. А мәтіні: Бауыржан Момышұлының өмірі мен әскери қызмет жолы туралы ақпарат берілген. Оның соғыстағы ерлігі, қызмет еткен орындары, соғыстан кейінгі өмірі және шығармашылығы сипатталады. Мәтіні: қазақ ғылыми-фантастикалық әдебиетінің дамуы туралы, бұл жанрға елеулі үлес қосқан қаламгерлер мен олардың еңбектері жөнінде сұхбат түрінде айтылған. Келесі мәтіні: ресми деректік стиль. Мәтінде публицистикалық
көбінесе сұхбат форматында жазылған ауызекі және әдеби тіл элементтері орналасқан. Келесі, мәтін аудиториясы кімге арналған? А мәтіні: ғалымдар, зерттеушілер, студенттер және тарихи тұлғалар туралы ақпарат іздеген оқырмандарға арналған. Ә мәтіні: қоғамдық оқырмандарға, әдебиетке, ғылымға қызығушы жастар мен әдеби ортаға арналған. Мәтіннің рәсімделуіндегі айырмашылықтар. А мәтіні: уақыт реті бойынша құрылып, нақты фактілер мен даталар берілген. Ә мәтіні: диалогқа құрылған, сұрақ-жауап түрінде, көркемдеуіш тәсілдер мен бейнелі сөздер жиі қолданылған. Келесі, қандай ерекше сөз қолданыстары бар? Мысалдар келтіріңіз деп бізге берілген. А мәтіні: ресми сөздер, қызмет атқарады, командирдің орынбасары, әскери академиясы, отставкаға шығады. Ә мәтіні: көркем сөздер мен тұрақты тіркестер. Бізде ол шоқтығы биік әңгіме, кенже қалған бос кеңістік, жүректілікпен жол ашқан іргетасын қалады, ат тұяғын тай басар. Міне осы. Оқушылар, біз оқылым тапсырмасын толықтай аяқтадық. Келесі бізде жазылым тапсырмасы. Жазылым: төменде берілген тақырыптардың бірін таңдап, дискурсивті эссе жазыңыз. Жазба жұмысында мәселені шешілу жолдары мен себептеріне өз көзқарасыңызды білдіріңіз. Тыныс белгілерді дұрыс қолданыңыз деп бізге берілген. Мен оқушылар бірінші тақырыпты алған болатынмын. Ерлік үнсіз жасалады деген ойды екі жақты көзқарас тұрғысынан қарастырып, дискурсивті эссе жазыңыз деген. Мен жалпы осы тақырыпты алған болатынмын. Олай болса, эссемізді бастайық. Ерлік үнсіз жасалады. Тақырып: қазақ халқында ерлік елге мұра деген даналық бар. Алайда ерлікке баға беру, оны дәріптеу жолдары әртүрлі. Кейбіреулер ерлікті үнсіз, даңғасасыз жасағанды жөн санайды, ал кейбіреулер оны жариялап, басқаларға үлгі ету қажет деп есептейді. Ерлік ішкі рухтың көрінісі. Нағыз ержүрек адам өзінің ерлігін жариялауға, мақтануға тырыспайды. Мысалы, Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің көбі өз ерліктерін жылдар бойы айтпай келді. Олар үшін бастысы елдің амандығы, бейбітшілік. Бұл үнсіз жасалған ерлік. Мұндай ерлік шынайы, риясыз және жанкештіктің көрінісі. Дегенмен, ерлікті көпшілікке жеткізу де маңызды. Ерлік үлгісі жастарға мотивация береді, отансүйгіштікке баулиды. Егер Бауыржан Момышұлы немесе басқа батырлардың ерліктері айтылмаса, біз олардан қалай үйренеміз? Ерлік тек әрекет емес, ол тәрбиенің де бір құралы. Сондықтан кей жағдайларда ерлікті дәріптеу парыз. Ол арқылы кейінгі ұрпаққа үлгі қалдырамыз. Қорыта айтқанда, ерлік үнсіз де жасала алады. Ең бастысы әрекеттің шынайылығы мен қоғамға пайдасы. Ерлік жүректің ісі, ал оны таныту ұрпақ тәрбиесінің бір тетігі. Сондықтан біз әрбір ерлікті бағалап, оны оқырманмен дәріптей білуіміз керек. Міне оқушылар, ТЖБ тапсырмамызды толықтай аяқтадық. Енді оқушылар осы еңбегімді бағалап, арнама тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге жақсы демалыс тілеймін. Осы жазғы демалыстарыңызды сәтті өткізулеріңізді тілейміз. Келесі 8-ші сынып, яғни жаңа оқу жылында бізбен қайта қауышады деген үміттемін. Осы жазғы демалыстарыңызды сәтті өткізіңіздер. Бүгінге осы, сау болыңыздар.